ешбір араб еместен дейді. Араб емес, араптан. Неге біз араб дейміз? Өйткені Құран араб тілінде болғандықтан көп кісілер сол жақтың кемшілігін көреді да, арабтардың өзі сөйтіп жатыр ғой деп, өзінің күнәсін ақтау үшін. Олардың өзі сөйтіп жатыр. Сендердің жаңағы не дейді? Сондай түсінік бар ғой. Үлгі тұтып жүрген арабтардың түрі анау, мысалы, билеп жүр, сөйтіп жүр, бүйтіп жоқ. Бізде Құран араб тілі, бірақ араб тілінде болғанымен, ислам сол жерде түскенімен, Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям не деп жатыр? Ешбір араб еместен, араб емес араптан дейді. Және де не деп жатыр? Ешбір ақ қарадан, қараның ақтан айырмашылығы жоқ дейді. Тек тақуалықтардан басқа. Күмәнсіз дейді. Инна акрамакум индаллахи атқакум деп осы хадисті бітіреді. Шын мәнінде Алла Тағаланың алдында ең мәртебелілерің, ең ардақтыларың ол діндар болғандарың, яғни тақуалыларың дейді. Осыдан түйетініміз, біз Алла Тағаланың алдында белгілі бір ұлт қана жақсы, қалғандары төмендеп. Немесе белгілі бір түстегі адамдар жақсы, қалғандары қара бар жаман деген түсіну жоқ.